қанша ай күткен кәдіміз. Жыр болыпсың. Ай, мен ренжіп қалғам айтпақшы саған. Нағым? Мені выпискаға шақырған жоқ, прикиньте. Мен ұмыттып кетпішім, бе? Мен есіме түсіп кетті, болды, қайтам мен. Мен де Сен бармай, сол күні бардым. сен бірақ шақырған, мені шақырмаған. Выпискаға Бексұлтан группа ашады. Ана группасын қалай ашқан білсің, Саған ренжім бе? Саған емес. мен өзім балатон деп есім алып аттым ғой, ренжімеш ма? Мен білмеймін. Мен де шақырмағанымызды білмеймін ғой. Бексұлтан сообществосын көрдіңдер ма? Сообщество деймін. Болды, араласпаймын сенімен деп. Қалай араласпайсың? Миллионерлермен қалай араласпайсың? Енді басталып қой десең. Я бүгін Альмира миллионер енді. Мені көшеден біреу ұрлап кетпесе екен. Үйіңе жеткен кезде сообщение жазға жеттім. Қылтай қылып көтеріп алып кетпесе екен. Мақтадай қылып үлбіреп тұрмын өзім. Үліп бітті. Жаңбырдың суына бір шалынып құлайтындай болып тұрмын кішкене. Жел соқса ұшырып алып Соны кетеді. айтамын. Алматыда жаңбыр ішіп бүгін. В общем, міне, бота. Не айтасың? Мынауды шетелден кейін алып ұқсап деп жеп отқан шығар. Сенде не жаңалық машинаң аварияға түсіпті. Жоқ, нормально, там пары шығар, Қорқып қалдық кәдімгідей. Енді жаңадан айдап жүргенге ондай болады. Мен талай рет сарапиндар ұстағам ондай басында айдаған кезде. Главное, бас аман. Шығарамыз бұйырсын. Мен өзімнің аппақ екенімді білгемін деп отырмын. Мә, бота. Негрдің қызы болыпсың ғой кәдімгідей. Назымға барудың қажеті жоқ. Мә, неужели? Мен де жақтым ғой. Назым екеуміз тікіде қара, бірақ қайсысымызға қандай Мен қара? қаралауымын ғой деймін. Жоқ, қаралаусын деп айтамайым. В общем, Денелерімді айтып все болды, тамақ ішейік. Жыр болып жатыр, алаң қараңдар. Қаны қақтасын, істеп тұрмын ба? Қайға қарайсыңдар? Мына камераға қараңдар. Камераның мына тесігіне, мына жаққа қараңдар. Тесігіне қарай қал. қайсысы? Мына жаққа, мына айнадағы тесігіне. Өзің әдемі қылсың ғой ішіне. Аха. Біз маңызды емес сияқтымыз. Ода сен андағы шығайсың. Екеуін түсесіңдерші. Всем привет! Бүгін Боташка екеуміз наконец-то выбрались. Бүгін контент жасаймыз, ботада өте. Гастрономический оргазм деп бүгін. Гастрономический оргазм деген ол асқазанымызға мындай махаббат жасап жатыр сезіп ғой, короче. Ой арам ғой мынаны бұл. Ас болсын. Қарасаңыздар, дым көрмеген дейді алғанбыз ғой. Қарымыз ағаш кетші. Арықтаймыз деп қол. Арықтайды адам біз емес ау. Тамақ көрсем жеңіліп кете береді. Сол, ас болсын бізге. Бүгін Боташка екеуміз наконец-то выбрались. Бүгін контент жасаймыз, ботада өте қымбат камера бар, сол камерамен әдем фотолар жасауға. Иә, сол қазір шығамыз. Мынада бір таяқ құсаған бір бәлесімен сұрып қоймады ғой. Кеше тезді андай не селфи палқалға бұсымен түсіріп атқан ғой. Күшті екен негізі. Қолым ана жаққа дейін жетпейді ғой менің. Күшті екен. Жас болып тұр ма қасыңда? Кетші бар жоға себе. Жангелді бауырымның туған күніне Жаке, брат, туған құтты болсын. Тек қана үлкен белестерден көріне бер. Сәттілік бауырым, 30 жас. Біз де бірнеше айдан 30 жасқа толамыз, құда қаласа. 30 жас деген біраз ойланатын, серьезно қадам жасайтын кез ғой. Сол елімізді көтере берейік, құда қаласа. Осындай азаматтар бол. Заводқа келдік. Бұндай киім киіп отырсаң. Алтыннан білгендерін істейді екен ғой. Атты істеп болған қарсыңдаршы, алтыннан. Стамбулдағы мост деп қойған қарсыңдаршы. Айттым ғой, алтыннан білгендерін істейді екен. Замок алтыннан. Алтынды кинодан ғана көрген жассыздар, е? 1000 грамм дейді. 3,9. Айдан ішінде алтындар осылардан құрастырып.
чисто цепоктар шығаратын станок. Қараңыздар, мына жақта күйдіріліп, қыздырылып, как положено, мына жақта шеберлер отырады да, короче. Майда шүйдеудің бәрі цепоктардың барлығын, тоқып сақиналардың барлығын, білезік барлығын осы жерде жасайды. Altı şu olur. Buradan. Ortaya baksana. Шеберлердің жасап жатқандары бұл же дайын түрлері мына жақтан шығып Андай изделі. бүгін жалғыз өзім саяхаттап кеттім. Жаяу. Не сет жоқ менде, связь жоқ. Карта білмеймін. Өзім бірақта осы жерге келгім келіп тұрған. Келдім. Завтрак ішіп алдым да шығып кеттім. Мына жақта біреу кетіп бара жатыр екен. Айтамын ғой, короче, видеоға түсіріп жүрші десем. В общем, ренжіме, осылай асып баратырмын жұмысқа деген сияқты болады. Жарайды дедім. Басқа ешкім жоқ. Сонымен аңғарсыңдаршы. Технология болды ғой, в общем. Штатив. Анау жақтан көтеріп алып келген соң, анау жол жақтан. Тас тауып алдым әйтеуір. Теңізге бір видео түсіру үшін. Жалғыз кеп қалсаң соңыз жаман да. Штатив жоқ қасында, короче. Асығып келдім, конечно асығып келгенімді көрсем. Міне. Мына жерде аяқ киімдерім. Жұлып тұрмын, короче. Шығарайын деп. Мына жерге келіп кетті. Идеально. Так, стиралкаға саласың, короче. Бір-екі пакетиктерді ара саласың сыртынан. Вот, так таза болып шығады. Қалайсыңдар отырғар. Картеш, там анау-мынау мектеп бітіргендер. В общем, сталватырмын десіңдерші, короче. Жай жүрсіңдерші. Кішкене не болды? Түсінем. Кейбіреу просто сразу взрослый жизньға кіріп кетіп жатыр да, там авария болып, ДТП болып. Сразу мектеп бітірдім деп енді керек емес енді шли. Жай. Асықпасыңдаршы, проблема и так табылады бұл өмірде. Сосын айтайын дегенім, анау арендаға машина алыватсыңдар ғой, туда-сюда жүруге. Братан, бір күнге қанша болады? 90 ба? Депозиті қанша деп. В общем, соғып, сырып, депозиттерімді аламай қойып жүрмеңдер әйтеуір. Шетелский вайп болып тұр екен. Рамен тауып алдым мен. Сырный. Осы сыр екен. Креветки мен сыр екен. Жақсы. Кореяда вот қазақ қандай. Қайсы ұнайды, соны алып жей бересің.